Саламатсыздарбы? Атырау қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Амангелдиева Айнұр Амангелдіқызы, биология пәні мұғалімі. Семинардың тақырыбы биология пәніне арналған оқу мақсатына сәйкес қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын дайындау. Семинардың мақсаты биология пәнінің оқу бағдарламасындағы заттардың тасымалдануы тарауы бойынша критериалды бағалаудың кіріктірілген моделін қолдану арқылы қалыптастырушы бағалау тапсырмалары мен жетістік критерийлерін ұсыну, іс тәжірибемен бөлісу. Заттардың тасымалдануы тарауы бойынша 5 оқу мақсаты берілген. Ол мақсат: бірінші, жануарлар үшін қан тамырлар жүйесінің маңыздылығын түсіндіру. Жануарлар жүрегінің құрылымын, қан тамырлар жүйелерінің маңызын түсіндіру. Қан тамырлар қабырғасының құрылысы мен олардың қызметі арасындағы байланысты анықтау. Төртінші, дене жаттығуларының жүрек жұмысы мен оның қалпына келуіне әсерін зерттеу. Бесінші, жүрек қан тамырлары ауруының себептері мен ауру белгілерін сипаттау. Бірінші оқу мақсаты оқу бағдарламасына сілтеме, заттардың тасымалдануы. Оқу мақсаты: жануарлар үшін қан тамырлар жүйесінің маңыздылығын түсіндіру. Бұл мақсат бойынша берілген дағды білу және түсіну. Жетістік критерийлері: ашық қан айналым жүйесі, жабық қан айналым жүйесі. Екінші, үлкен қан айналым шеңбері, кіші қан айналым шеңберлері. Үшінші, дұрыс қорытынды жасау және қан тамырлар жүйесінің маңыздылығын түсіндіру. Бұл мақсат бойынша 3 тапсырма берілді. Әр тапсырма бойынша оқушы егер бірінші тапсырма бойынша ашық қан айналым жүйесін толық жазса, жабық қан айналым жүйесін толық анықтайтын болса, 7 немесе талпындымен бағаланады. Екінші, үлкен қан айналым шеңбері, кіші қан айналым шеңберін анықтаса, 7 немесе талпынды арқылы бағаланады. Үшінші, дұрыс қорытынды жасап, қан тамырлар жүйесінің маңыздылығын түсіндіреді. Бірінші тапсырма: жануарлардың қан айналым жүйесінің түрін анықтаңыз. Бұл бойынша бізде ұлулар, балықтар, буынаяқтылар, қосмекенділер берілген. А, В, С, Д 3 жауаптағы, яғни ұлулар егерде қан айналым жүйесі ашық, балықтардікі тұйық, буынаяқтылардікі ашық, қосмекенділер тұйық екенін, дұрыс екенін білсе, А жауабын белгілеу керек. Ал егерде ұлулардікі тұйық, балықтар ашық, буынаяқтылар ашық, қосмекенділер тұйық екенін белгілейтін, дұрыс екенін білсе, бала В жауабын белгілейді. Үшінші, ұлулардікі ашық, балықтар тұйық, буынаяқтылар тұйық, қосмекенділер ашық екенін білетін, дұрыс екенін білсе, С вариантын белгілейді. Ал егерде ұлулар, балықтар, буынаяқтылар, қосмекенділер, ұлулардікі ашық, балықтардікі ол тұйық қан айналым жүйесі, буынаяқтылардікі ашық, қосмекенділер тұйық қан айналым жүйесін білетін, дұрыс екенін анықтаса, яғни Д жауабын белгілейді. Екінші тапсырма: берілген суреттегі кіші қан айналым шеңберіне қатысатын жүректің бөлімдері мен қан тамырларының дұрыс реттілігін анықтаңыз. Яғни суретте кіші қан айналым шеңбері белгіленген. Бұл қан айналым шеңбері бойынша мына сандарды дұрыс дұрыс реттілігін анықтауы тиіс. Егерде бір жауабы дұрыс екенін анықтайтын болса, ол А жауабында оң жақ қарынша, екінші өкпе венасы, үшінші өкпедегі қылтамырлар торы, төртінші өкпе артериялары, бесінші сол жақ жүрекше.
В жауабы: бірінші оң жақ жүрекше, екінші өкпе артериясы, үшінші өкпедегі қылтамырлар торы, төртінші өкпе венасы және бесінші сол жақ қарынша. С жауабында: 1 сол жақ жүрекше, 2 өкпе артериясы, 3 өкпедегі қылтамырлар торы, 4 өкпе венасы, 5 оң жақ қарынша. Д жауабында: бірінші оң жақ қарынша, екінші өкпе артериясы, үшінші өкпедегі қылтамырлар торы, төртінші өкпе венасы, бесінші сол жақ жүрекше. Бұл жерде оқушы нақты жауапты анықтауы тиіс, яғни ол бірінші оң жақ жүрекше, екінші өкпе артериясы деп аталады, үшінші бөлігі ол өкпедегі қылтамырлардың торы, төртінші ол өкпенің венасы, бесінші сол жақ жүрекше. Егер оқушы осы жауаптың дұрыс реттілігін Д жауабын белгілейтін болса, яғни 7 арқылы бағаланады. Үшінші тапсырма: жануарларға қан тамырлар жүйесі не үшін қажет? Осы сұрақ бойынша оқушы тыныштықта жауап жазады. Ол жауабы ашық, нақты және еркін жауап болуы тиіс, яғни не үшін қажет сұрағы бойынша толық анықтама жазады. Егер оқушы нақты жауап келтіретін болса, 7 арқылы бағалаймыз. Келесі бізде екінші оқу мақсаты ол жануарлар үшін қан тамырлар жүйесінің маңыздылығын түсіндіру. Ол оқу мақсаты бойынша берілген дағды білу және түсіну деп аталады. Жетістік критерийлері: жануарлардағы жүрек пен қан тамырларының құрылысын дұрыс сипаттайды, жүректің сол жақ және оң жақ жартысы арасындағы қан тамырлар арасындағы айырмашылықты анықтайды. Бұл оқу мақсаты бойынша бір тапсырма берілген. Егер оқушы осы жетістік критерийлерін пайдалана отырып тапсырманы толық орындайтын болса, яғни 7 арқылы бағаланады. Бірінші тапсырма: суретке қарап омыртқалы жануарлардың жүрегінің құрылысын жазып сипаттаңыз. Яғни мына омыртқалы 4 жануар берілген. Олар балықтар, қосмекенділер, құстар және сүтқоректілер. Егерде берілген суреттер бойынша мына сандардың толық анықтамасын жазуы тиіс. Және мына бағдаршам арқылы балықтарды қарынша арқылы кіріп, жүрекшеден шығатын көрсетілген. Оқушы 1, 2, 3, 4 санының анықтамасын жазуы тиіс. Яғни 1 бұл жерде артериялық екенін, екінші жүрекше екенін, үшінші қарынша екенін, төртінші өкпе, яғни өкпе екенін белгілеуі тиіс. Қосмекенділерде бірінші сан сол жақ жүрекше екенін, екінші қарынша екенін, үшінші оң жақ қарынша екенін, төртінші өкпе екенін толық жазуы керек. Құстар, яғни құстарда оң жақ сол жақ жүрекшені берілмеген, яғни бірдей. Тек айырмашылығы бұл жерде қарынша, құстар сүтқоректілер жорғалаушылардың қарыншасында өзгеріс, яғни бірінші сан бойынша қарынша екенін, екінші ортасындағы перде екенін жазу керек. 3 өкпе. Төртінші құстар мен сүтқоректілер салыстырмалы түрде берілген. Құстардың оң жақ және сол жақ жүрекшесінің қарыншасын анықтауы тиіс, және өкпе 4 бөлімнен тұратынын
салыстырмалы түрде бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші саны бойынша жазуы тиіс. Бұл тапсырма бірінші тапсырманың А варианты. Бірінші тапсырманың екінші А вариантының екіншісі бойынша жүректің сол жақ және оң жақ бөліктерін салыстырыңыз. Айырмашылықтарын тауып, жүректің әрбір бөлігінің қызметін жазыңыз. Оқушы жүректің сол жақ және оң жақ бөліктерін салыстырмалы түрде жазады және олардың айырмашылықтарын табады және олардың әрбір бөлігінің қызметін толық жазып көрсетуі тиіс. Егер оқушы осы мақсат бойынша екі тапсырманы толық орындаса, 7 арқылы бағаланады. Осы заттардың тасымалдану тарау бойынша берілген үшінші оқу мақсаты. Ол аталады: қан тамырлар қабырғасының құрылысы мен олардың қызметі арасындағы байланысты анықтау. Ол бойынша берілген дағды бізде білу және анализ деп аталады. Жетістік критерийлері: қан тамырларының құрылысын біледі, яғни ол бірінші күре тамыр, көк тамыр және қыл тамыр. Тамырлардың құрылысын талдайды және олардың құрылысындағы айырмашылықтарды табады. Бұл бойынша бірінші тапсырма берілді. Екінші жетістік критерий: қан тамырларының құрылысы мен қызметі арасындағы байланысты белгілейді, кестені толтырады және дұрыс қорытынды шығарады. Егер оқушы осы жетістік критерий бойынша берілген тапсырмаларға толық жауап беретін болса, 7 арқылы бағаланады. Бірінші тапсырма: қан тамырларын қарастырыңыз, олардың өзара салыстырып, айырмашылықтарын тауып сипаттаңыз. Яғни бұл жерде 3 қан тамырының түрі берілген. Бірінші, яғни қызыл түспен берілген, көк түспен берілген және капиллярдың белгіленген. Яғни бұл жерде бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы сандарын толық анықтамасын жазып, айырмашылықтарын тауып, оқушы сипаттауы керек. Және оларды өзара салыстырмалы түрде сипаттайды. Екінші тапсырма: екінші тапсырмада кесте берілген, кестені оқушы толтыруы керек. Яғни бұл кестеде қан тамырларының түрлері: бірінші артерия қан тамыры берілген, екінші вена және капилляр. Бірінші артерияның құрылысын оқушы толық жазуы керек, яғни құрылысын, вена қан тамырларының құрылысын, капиллярдың құрылысын. Одан кейінгі кестеде қызметі, яғни артерияның толық қызметін, венаның қызметін және капиллярдың қызметін. Кестенің соңғы бөлігінде қан тамырлар арасындағы байланыс, яғни осы 3 қан тамырлардың түрлері бір-бірімен қалай байланысады, сол туралы кестеге толық түсіруі тиіс. Егер оқушы 2 тапсырманы толық орындаса, яғни мақсатқа 7 арқылы бағаланады. Заттардың тасымалдануы тарауы бойынша келесі оқу мақсаты ол жүрек қан тамыр ауруларының себептері мен ауру белгілерін сипаттау деп аталады. Бұл бойынша берілген дағды: білу, түсіну, білімін қолдану және коммуникация. Жетістік критерийлері: қан тамырлар жүйесінің ауруларын біледі, қан тамырлар жүйесінің ауруларының себептері мен белгілерін анықтайды және сипаттайды. Қан тамырлар жүйесінің ауруының алдын алу шараларын анықтайды. Егер оқушы осы жетістік критерийлерін пайдалана отырып, осы мақсаттың тапсырмаларын толық орындаса, 7 арқылы бағаланады. Бірінші тапсырма: қан тамырлар жүйесінің ауруларының себептерін, белгілерін анықтап, кестені толтырыңыз. Яғни қан тамырлар жүйелерінің 3
аурулары берілген. Ол жүректің ишемиялық ауруы, эритроциттердің орақ пішінді жасушалық анемиясы, үшінші гемофилия. Бұл аурулардың негізгі себептерін және белгілерін анықтап кестені толтырады. Бірінші тапсырманың екінші бөлімінде олар қан тамырлар жүйесінің ауруларының алдын алу шараларын анықтаңыз. Яғни, осы берілген үш ауру ол бізде гемофилия, жүректің ишемиялық ауруы, эритроциттердің орақ пішінді жасушалық анемиясы. Осы аурулардың алдын алу шараларын анықтап жазады. Егер оқушы осы бірінші тапсырма бойынша толық орындаса, аурулардың негізгі себептері мен белгілерін анықтап, және оның алдын алу шараларын толық жазып, толық білетінін анықтасақ, онда біз 7 арқылы бағалаймыз. Заттардың тасымалдануы бойынша берілген келесі мақсат ол дене жаттығуларының жүрек жұмысы мен оның қалпына келуінің әсерін зерттеу деп аталады. Бұл оқу мақсаты бойынша оқушылар дене жаттығуын жасап, оның жүрек жұмысына қалай әсерін және оның қалпына келу әсерін зерттеуі тиіс. Бұл оқу мақсат бойынша жалпы бағалауға ұсыныс. Егер оқушылар жаттығуларды орындағанға дейінгі және жаттығуларды орындағаннан кейінгі тамырдың соғуының жиілігін өлшейді. Оқушылар жаттығуларды баяу қарқынмен орында жүгіру, қадамдар жасау, кем дегенде 2 минут орындаулары тиіс. Тәжірибені аяқтап, оқушылар өз бақылауларын кестеге жазулары және өз нәтижелерін талдап, қорытынды жасайды. Оқу мақсаты дене жаттығуларының жүрек жұмысы мен оның қалпына келу әсерін зерттеу. Дағдылар: сыни ойлау және зерттеушілік дағдысы. Критерийлер: егер оқушы жетсе, жаттығуларды баяу қарқынмен орындауы, олардың жаттығудан дейінгі жүректің пульсін немесе тамырдың соғысын өлшейді және өз бақылауларын талдап бағалайды және қорытынды шығарады. Жалпы бағалауға ұсыныс: дене жаттығуларының жүрек жұмысының оның қалпына келу әсерін зерттеу. Жұмыстың мақсаты: бірінші, оқушы дене жаттығуларының жүрек жұмысы мен оның қалпына келуінің әсерін зерттейді. Екінші, әдісті талдап, деректер бойынша қорытынды жасау. Бізге қажетті құрал жабдықтар ол электрофизиология құрылғысы, яғни PV, желім тәріздес электродтар, қыстырғыштар, құрылғыны жалғастырушы тоқтар. Жұмыс барысы: оқушыларға дене жаттығуларының жүректің жұмысы мен оның қайта қалпына келу әсері бойынша тәжірибе жүргізуі ұсынылады. Бірінші, компьютерлерге интертест пивет дискісін қондырылады. Датчиктерге 3 түрлі сым жалғанады. Арнаулы электродтар арқылы қызыл түс оң қолға, сары түс сол қолға, жасыл түс аққа бекітіледі. Компьютерлер датчиктердің сигналын қабылдайды. Экраннан график түрінде жүрек соғысының жиілігі көрінеді. Бірінші, оқушылар тыныштық күйде жүрек ритм жиілігін өлшеу ұсынылады. Оқушылар одан кейін ритмі өлшенгеннен кейін оқушылар физикалық жаттығуларды жасауы сұралады. Оқушылар физикалық жаттығуды бір қалыпты орыннан тұрып жасағаннан кейін жүрек ритмін қайтадан өлшеуі сұралады.
Деректерді кестеге түсіріп, жүрек ритмінің графигін оқушылар шығарып алады. Кесте бірінші, тыныштық кезіндегі жүрек ритмінің жиілігін мәні жазылады. Екінші, жаттығу кезіндегі жүрек ритмінің жиілігінің мәні жазылады. Келесі, қалпына келу кезіндегі жүрек ритмінің жиілігі жазылады. Оқушылар тыныштықта жүректің ритмін өлшейді. Жүрек ритмі экранға жүрек ритмі белгіленген. Яғни оқушы тыныштықта бір қалыпты жүрек ритмінің сызбасы. Екінші, оқушы жаттығу жасай отырып, жаттығу жасап болғаннан кейін жүректің ритмі өлшенеді. Физикалық жаттығудан кейінгі оқушының жүрек ритмі экранда бейнеленеді. Яғни дене жаттығуының жүрек жұмысына әсерін оқушы осылай бағалайды. Оқушылар өз бақылауларын талдап, мына сөздерді қолдана отырып қорытынды шығарады. Яғни ол сөздер энергия, оттегі, көмірсутек газы және бұлшықет. Және де мынадай сөйлемдер беріледі. Менің жүрек соғысым жоғарылады. Яғни оқушы жаттығуға тыныштық кезінде немесе жаттығу жасаған кезде жүрек соғысының жоғарылағанын байқаса, өздері қорытынды шығарып жазады. Мен жаттығуды орындаған кезде менің бұлшықеттерім барынша қажет етті. Яғни әр оқушы өзі орындаған кезде бұлшықеттің әсерін қандай болғанын көрсетіп жазады. Бұл қорытынды шығарған кезде жаттығу кезінде энергияның мөлшерін қандай екенін, оттегінің мөлшері, яғни оттегі қалай бөлінді, көмірсутек газын және бұлшықеттің әсері осы дене жаттығуына әсерін келтіріп жазады. Осы мақсат бойынша, яғни сыни ойлау зерттеушілік дағдысына берілгендіктен, біздер идеяларды салыстыру әдісі бойынша дене жаттығуларының жүрек жұмысы мен оның қалпына келу әсері бойынша идеяларды салыстырады. Оқушылар топтық жұмыс жасайды, яғни екі топқа бөлінеді. Бірінші топ
әйел адамдар үшін арналған жаттығуларға дейін, кезінде және кейінгі тыныс жиілігін ер адамдарға арналған жаттығуларға дейін, кезінде және кейінгі тыныс жиілігін қалай салыстырдыңыздар? Осы сұрақ бойынша бірінші топ өздері идеяларын салыстырады, яғни әйел адам мен ер адамның тыныс жиілігін бірінші өлшеген мәліметтеріне қарап, яғни тыныштық кезінде және жаттығу кезіндегі жиіліктерін алып, бірінші топ өзара салыстырады. Одан кейін екінші топ белсенді адамдар үшін арналған жүрек ритмі жиілігінің өзгеруін, отырықшы өмір салты мен өмір сүретін адамдарға арналған жүрек ритмі жиілігінің өзгеруін қалай салыстырдыңыздар? Яғни екінші топта оқушылар белсенді адамдар үшін арналған жүрек ритмі жиілігінің өзгеруін, яғни одан кейін отырықшы өмір салтымен өмір сүретін адамдыкін жүрек ритмін өзара салыстырады. Екі топ өзара салыстырып болғаннан кейін екі топтың идеялары бойынша сұрақтар қойылады. Осы сұрақтар бойынша идеялар салыстырылады. Мұғалім салыстырған идеяларды жинап, екі топтың идеясына керіп идеяларын жинап, мұғалім оқушы арасында кері байланыс орнайды. Яғни оқушылар Вен диаграммасын құру арқылы екі топ өзара салыстырады. Екі топ одан кейін екі топ бір-бірін бағалайды. Бұл мақсат бойынша оқушылар дене жаттығуының жүрек жұмысына әсерін зерттеп болғаннан кейін оның қайта қалпына келу әсерін зерттейді. Ол үшін оқушылар тыныштық кезіндегі және жаттығу жасаған кезіндегі мәндерін салыстырып график тұрғызады. Осы зерттеу жұмысын жүргізілгеннен кейін оқушылар бағаланады. Яғни оқушы жетті егер олар осы жаттығуларды 2 минут орындай отырып, жаттығуларды орындағаннан дейінгі жаттығулардың тамыр соғысын өлшеген мәндерін салыстыра алса, өз бақылауларын талдай алса, бағалай алса, дұрыс қорытынды шығара алса, жетті арқылы бағаланады. Заттардың тасымалдануы тарауы бойынша қалыптастырушы бағалау осылай құрылды. Жалпы қорытынды қалыптастырушы бағалау тарау ішінде кездесетін, яғни іріктелген оқу мақсаттарына негізделіп жасалынды. Бұл мақсаттар таңдап алынуы себебі олар оқушының негізгі қабілеттерімен қатар пәндік білімін жан-жақты көрсетуге мүмкіндік береді. Мұғалім оқушының қандай да бір оқу мақсатына қол жеткізгендігін немесе талпынып қалғандығын бағалай алады. Оқу мақсатына жетті деген шешімді қабылдау үшін жетістік критерийлері қолданылады. Яғни оқушы жетістік критерийлерін оқи отырып, осы мақсатқа егер жететінін білетін болса, жетістік критерийлерін барлық тапсырмаларын орындап, жетті арқылы бағаланады.